Ештеңе етпейді досым. Бұл өмірдің мәні қыз емес қой. Главное, сенің жаныңда мен бармын, менің жанымда сен барсың. Әлі талай нәрсеге жетеміз екеуміз. Так что мұңайма. Рус. Сенің бургердің бағасы 3 мың теңге. Ал мен доставканы жеткізген кезде неге 20 мың теңге? Енді сен доставка жасайсың ғой. Сенің жолың бар, ішіне кіретін қағазы бар. Оның ішіне еще типографияның нәрселері бар. Енді в общем, бургерді сәл басқаша жасалады, көзің көрірсің ғой. Рус. Бля, братан, мен саған жас бала емеспін. Давай конкретно сөйлесейік. Шыныңды айтшы. Иә. Наркотик сұрап келді ғой. Ебать, блядь! Сонда, бля, ана доставка істеп жүрген ішінде барлығында наркотик бар ма? Бәрінде емес, бірақ бар. Бля, братан, анау күні ұсталғанда мен сотталып кетсем, не істейтін ең? Просто сотталып кетем мен, просто! Бля, мапоқ, кешірші. Бля, кешірім керек емес маған. Түсір кедейлік, тағы тақтанып дүниеге. Жарық бар білем, шешімі еңбекте. Айту үшін болашақта келемін еңбек. Сені үйге не керек, мама үйге не керек? Дина! Сенің не болды? Bir нәрсе ұнамай қалды ма? Нұрдәулет, сенімен кездесуге шыққаным дұрыс болмады. Неге? Сол? Çok әлі түсіндіріп берсең? Нұрдәулет, менің жасым 24-те. Мен сенімен бірге парк аралап, балмұздақ жеп жүретін жаста емеспін. Мені болашақта асырай алатын ер адам керек. Сосын қалада 1000 ресторан бар, неге дәл осында келдік? Нұрдәулет, түсінесің бе, сенің я машинаң жоқ, я квартираң жоқ, құдайым, сенің тіпті удостоверениең жоқ қой. Жарайды, екеуміз кездесіп бастадық дейік. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, бірақ болашақта бұдан ештеңе өзгермейді ғой. Түсінесің бе, мен онсыз да жоқшылықта өскен қызбын. Және болашағымды я так дальше строить не собираюсь. Нұрдәулет, кешірші. Rus. Мен ауылда өскен адам. Басқаша тәрбиеде. Ішпеу, шекпеу. Біреудің көңіліне қарау. Дұрыс тәрбиеде өскен болған. Бірақ қалаға келіп біреуін деп пайдаланған. Неге ауылдан адамдар қалаға кетіп өзгеріп кетеді? Зорлық, зомбылық. Темекі шегу, одан қаласы наркотик пайдалану. Неге өзгеріп кетеді? Рус,
иә, ауылда өмір сүрген кайф қой. Бәрі бір-біріне дос, туысқан сияқты болып кеткен. А бұл Алматы. Бұл жақта қасқыр болмасаң өмір сүре алмайсың. Бұл жақтағы адамдар қай жерден жеп қалам, қай жерден тістеп қалам, қайда ақша бар, сол жақта жүреді. И саған бұл жақта ешкім жаны ашымайды. Сенде то ли сол қаланың темпіне ілесіп жүресің, или болмаса өз ауылыңда тұра бересің. Бұл қалаға келген біз бірінші де соңғы да адамдар емеспіз. Қанша адам болды осы уақытқа дейін, менімен жүрген, келген, көрген, бірақ қолдарынан келмей қазір ауылдарына қайтып кетті. И сол жақта тыныш өмір сүріп жатыр. И дұрысы сен де ауылға қайт. Жоқ. Мен оңай беріле салатын адам емес. Менің арманым басқа. Осы қаладан дәл үй салам. И ауылдан бүкіл туған туыстарымды көшіріп әкеліп аламын. Менің де арманым сол ғой. Хотя сенің жататын жерің, бизнесің бар ғой. Ол жататын жер аренданың жері ғой. Айына төлеп отырасың. Ол мен өзім үйім емес. Жататын жерің бар. Менде ол да жоқ. Біресе далада, біресе ровудда онам. Сен сонда қаяқ қонып жүрсің қазір? Далада? Сен жататын жерің жоқ па сонда? Жоқ. Жынсың ба сен? Болды, иә. Короче, бүгіннен бастап біздің үйде тұрасың. Қойшы, айтуға ұялдым саған. Тем более үйдегілерің бар, әке-шешең бар. Әке-шешем дегенде мен атам екеуміз тұрамыз. Двухкомнатныйда. Бір комнатта атам тұрады, бір комнатта мен. Мен сол атаңнан ұят қой. Жоқ, наоборот. Мен в основном жұмыста жүрем ғой. Кейде қонбай қалам. И атам үйге адам келсе, кәдімгідей бала сияқты қуанып кетеді. Поэтому все, болды, басты ұртпа, бізбен тұрасың. Сонда сен әке-шешең, бауырларың жоқ па? Анамды соңғы рет 8 жасымда көргем. Құлыншағым менің. Анашым мен бүгін сабақтан 5 алдым. Ой, жарайды, ақылы балам менің. Одан кейін анам ауруханаға түсіп, больше көрген жоқпын. Қайырлы болсын. Әкең ше? 10 жасқа дейін әкеммен бірге тұрдық. Одан кейін әкем жұмыста шаруалары жүрмей, қарыздан қарыз. Балам, мен барып суға барып келейін, сен осында отыра тұр, жарай ма? Жарайды. Уважаемые провожающие, выходим, поезд Белого направляется. Провожающие, выходим. Сөйтіп, әкем атама салып жіберді. Әкеңді іздеп бармадың ба ауылға? Іздеп барғанда ауылдан жаман хабар келді маған.
Hayırlı olsun. Rus. Не үшін наркотик сатып кетті? Мен негізі анау айтқандай наркоторговец емеспін. Просто кезінде бір екі рет ұрынып, одан кейін қойып кеткем. Одан кейін бір жыл бұрын атам ауырып, операция ақша керек болып, басқа вариантым болған жоқ. 6 айда қайтармасаң 20 миллион болады. Енді сол адамдарға бір жыл болды қарызымды қайтара алмай жүргеніме. Оларға бәрібір сені өлтіріп кетуден тайынбайды. Мен жоқ болсам, атамның жағдайы не болмақ? Сонда сен қарызың 20 миллион ба? Жоқ, 40. Бургерден пайда жоқ па не сонда? Қайдан? Квартплатаға, квартираға, жүріс-тұрыс, жол полға кетіп қалады ол. Рус, мен саған көмектесем. Апақ, сен бұл нәрсеге араласпа. Керек емес. Сен одан да тыныш өмір сүре бер, қарызың жоқ. Нағыласың. Жоқ. Мен кедей өмір сүргім келмейді. Мен әлі біраз адамға біраз нәрсе дәлелдеймін. Сонда сенің актер болам, жұлдыз болам деген арманың қайда? Ол күте тұрады. Әлі бір жылым бар емес пе? Сен айтпақшы жұмыс істеу керек. Жүр онда мен саған үйді көрсетейін. Кеттік жүр. Атаңмен танысайын как раз. Ата, біз келдік. О, келе қойыңдар. Ассалаумағалейкум ата, қалайсыз? О, уағалейкум ассалам. Болғай бала? Алдында жұмысқа новенький келді деп айтып едім ғой. Иә. Осы жігіт қой. Есімі Нұрдәулет, енді бізбен тұрады. Ей, бәрекелді. Аман болыңдар, айналайындар. Бір-бірлеріңмен адал болыңдар. Тірліктерің жүре берсін. Осы ғой атаның любой әңгімесі бата болып кете береді. Кел, шай. Жоқ, ішіп келе жатыр, рахмет. Боптан да. Бара қойыңдар, айналайын. Үй осы, отырайыр. Үйің әдемі екен, ә? Я машинаң жоқ, я квартираң жоқ. Құдай-ау, сенің тіпті удостоверением жоқ қой. Және болашағымда я так дальше строить не собираюсь. Кешірші. Братан, мынаны бәрін сатса 40 миллион теңге бола ма? Ну, примерно 40 миллиондай шығады. Сонда бізге еш нәрсе қылмай ма? О, мәке, қатты кетіп тұрасыз. Остановись, бейби. Неге сен постоянно қанша клиентің бар? Сол төртеу ғой басынан. Төртеу мынаның бәрін сатып алуға шамасы жете ма негізі? Төртеу сата алмайды ма? Так. Адам қандай болса, достар да сондай болады. Значит, соның достарына сату керек. Оны достарың қақтың табамыз біз? Төртеу арқылы табамыз. Братан, кетіп маған жинап. Кеттік. Жүрсей. Я же ничего не заказывал. Хочешь крупно зарабатывать, но при этом товар тебе дешевле обойдется. И чё? Чё предлагаешь-то?
Мы тебе даем товар, ты их толкаешь своим, 10% себя оставляешь, остальное нам приносишь. Не, ребята, вы чё? Не интересует. Давай 20% тебе. Ну, это другое дело. Что, когда предоставите? На сегодня мы принесли сами, остальное время сам будешь забирать. И ты сможешь толкнуть? Смело. Могу. Только, Малик, не вздумай пропасть или сбежать. Ты меня знаешь, я тебя из-под земли достану. Түсіндің ба? Бізден қашып кетемін деп ойлама. Менттерге айтып береміз, түрменің түбінде жүресің. Ладно. Ладно. Я налегке, карта в руке. Жизнь ближе, как пройти на веселе. Круглый год карусель, но не сяду на мель. Братья, как поживаешь, хочешь верь, хочешь нет, ну мар. Братан, екеуміз еске екі кәтіш саламыз да, ортасындағы шарбақтап тастаймыз, короче. Сөйтеміз дағын семьямызбен араласамыз. Ойлашы, сенің бала шағаң біздің үйде, біздің бала шағаң сенің үйде. Кайф емес пе? Күнде ысып кетті. Ана жер бар екен ғой. Сен онда бара берші, телефонымды сөйлей салайын. Саған ала салайын ба? Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уалейкум ассалам. Осы жерде жұмыс жасайсыңдар ма? Иә. Сол бізде обедке шыққанбыз жаңа. Мына жерде концерт болады, естіп жатқан шығарсыңдар. Біздің жұмысты білесіңдер ғой, тыныштықты күзетеміз ғой. Сол қарын ашып, былай. Келген ғой сендерге. Все, қазір тамақ жасап беремін. Қалай жұмыс? Жұмыс жақсы, күшті. Дұрыс, қазір ұру керек, істеу керек. Біреу тиісіп мазалап жатқан жоқ қой. Ой, сіздерде ағам барды, кімді мазалайды, кім мазалайды бізді? Дұрыс. Мына жер жақсы екен былайша. Атмосферасы жақсы, таза ауа, сауда бар ма, былай бола ма? Асып тасып бара жатқан болмаса айтып, жайлап болады. Молодцы, ризамын. Бургер қашан дайын болады? Бургер? Қашан дайын болады дегенде, дайын уже. Біз өзімізге жасап жатқанбыз ғой. Біз кейін жей саламыз. Че, мен лох көріп тұрсыңдар ма не? Сдачасы қайдан алдың? Сдача деген жоқ, мынау от души біздің атымыздан керек емес ақша, тегін. Сдача, сдача екен ғой. Бәсе, міне енді қазақтың жігіттері осындай болу керек қой. Сразу бір-бірін түсінеді да. Дұрыс, молодцы, жасаңдар. Егер де біреу тиісіп жатса, кімге айтасың? Сізге айтамын. Жақсы, давайте. Аман болыңдар. Осындамыз, жақын маңнан екен. Давай, жақсы. Мынаған сау, мынаған. Мынаған бастай. Бетей, ақпұран. Алдым. Ой, красавчик. Жоқ керек емес. Алдым. Жүр, кетті жеп алайық. Заранее тұрақташ, баған үлгермей алдым. Хорошо. Саған көп екен ғой, бұл концертта бір нәрсе бар. Ассалаумағалейкум, жи. Короче, мына сендердікі 150 мына. Мен темадан шықтым. Заебал шығып кетті, уақытта жоқ. Короче, бүйтейік. 20 мың теңге маған бересіңдер балалардан. И болды. Сендерге келеді Макстан. Айтасыңдар, болды, бере бересіңдер. Смело бере беріңдер. Балаларға, мен балаларым ғой, короче. Давайте. Өздері келе береді деген қалай болды? Не істейміз? Вроде нормально сияқты, братан. Сен системаңмен ары дальше жалғастырамыз. Зато клиенттерді өзіміз ойлап аламыз. Бургердің арасына қосып бере береміз да. Осы жерден ба көкті? Теңгенің бәріге үй жақты сыбыстар, сенбейді ешкімге. Ағайын тырысар, жақыным үшін деп